Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An Abi Sa'idin wa Abi Hurairata radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Абу Саид және Абу Хурайра, Аллах Тағала ол екеуінен разы болсын, жеткізген мына бір хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқандығын келтіреді. Үш адам сапарға бірге шыққанда іштерінен біреуін басшы етіп алсын дейді. Расында ислам діні, өздеріңіз білесіздер, біздің күнделікті тұрмыстық тіршілігімізде, өмірімізде, іс-әрекеттерімізде, жүріс-тұрысымызда тәртіп жүйені бізге реттеп келтіреді ислам діні, шариғатымыз. Құран кәрім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистері, пайғамбарымыздың сөздері, істеген амалының барлығы біздің тәртіппен, жүйемен, әдеппен жүруімізге жол ашады. Соның нұсқаулықтардың бірі ретінде сапарға шығу әдебі. Сол сапарға шығу әдебінің ішіндегі тақырыпша өзіңе басшы етіп араларынан біреуін тағайындауды бұйырады. Бұл дегеніміз, егер қайсы бір мұсылман тобы бірге сапарға шыққан кезінде араларында келіспеушілік, араларында түсініспеушілік тудырмас үшін, яғни әрқайсысы өзінше бір басшы болып, әрқайсысы көрпені өзіне тартып, әрқайсысы жоспар бағдарды өзінше түсінбеу үшін араларында тақуа, дінге жанашыр, былайша айтқанда сенімді, жасы да құрметті болған, тәжірибесі молырақ болған мұсылман бауырынан араларынан бір басшы етіп тағайындап қою, ол жаңағы сапарға шығу әдебінің бірі болып табылады. Сондықтан осы нұсқаулық әрине сапарға шығушы мұсылмандар үшін тек жақсыға келетіні сөзсіз. Өйткені бір басшы болса, араларында біреу қадағалап отырса, араларында мұсылман тобының арасында бір басшы сол реттеп жүйені келтіріп айтып отыратын болса сапарда, онда жаңағы сапарға шығушы жолаушылар шайтан азғыруына, шайтан уәсуасына берілместен, немесе өзін жеке бас қамы, нәпсі қалауына ерместен, былайша айтқанда ол басшы, бір басшы өзін тобының алдындағы, өзін құрамындағы, мұсылмандар алдындағы, Алланың алдындағы, діннің алдындағы өзін жауапкершілігін арқалай отырып, жүйемен, тәртіппен сол топты жоспарлаған, көздеген жеріне дейін жеткізуді амал әрекетпен соны іске асыруға тырысатыны сөзсіз. Сондықтан қадірлі жамағат, құрметті бауырлар, осы хадиске сапарға шығатын болсақ, амал етейік, соны іске асырайық, және соның нәтижесін, жақсы нәтижесін бірге көреміз. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.